бірінші қана бөлген. Балдар, бірінші топта оқимыз. Менің бір күшігім бар. Көзі сүт сүйкімді әрі пысық күшігінің аты ақ көз. Айтқанда екі етпейді. Қозғарды да соғады үйде. Енді дұрыс мәтінді оқимын. Менің күшігім бар. Көзі сүт сүйкімді әрі пысық күшігінің аты ақ көз. Айтқанда екі етпейді. Қозғарды да сол бағады. Үйде деп қойған. Осы жерге жазды. Бірінші топ. Енді қай сөз қап кеткен? Қай сөз қап кетті балдар? Сол бағады деген қап кеткен, я? Енді екінші топтан сөздерді оқимын. Қайсы топ жазады және қателеспей жазады, сол топ жеңіске жетеді. Көрдіңіз бе балдар? Енді қамқорлық өсиеті адам иісінен құстардың иісіне жаңылмай ажырататын болады. Орманда жемістерінде көп қарақұл адамға тіпті деп қойыпты. Енді оқимыз. Қарамұрын есейді. Адам иісін адам мен құстардың иісін жаңылмай ажырататын болды. Орманда жеміс жидек көп. Қарамұрын солармен көретін болды. Sen